Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы бойынша заман қасіреті тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты композицияны тұтастан бөлшектен тұтасқа қарай талдау болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларының дескрипторлары балалар барлығын алдыларында тұр. Сол тапсырмаларға дескрипторларға қарай отырып, тапсырмаларды сосын орындайсыңдар. Ал енді бірінші тапсырмамыз. Қана қарай, алдыларыңызға үзінділер берілді балалар. Соны оқып, бұл кімге қатысты айтылған? Міне соны алдағы таблицаға не істейміз? Толтырамыз. Ал кәне кеттік. Яғни осы шығармалардан алынған кейіпкерлерге байланысты. Қан болып па? Болғаныңыз бар ма? Қаны? Оқиық біріншіні. Өзімдерден елдегі басым төлеп, болыс, ескі салты сақтаған Жауыз бай Сәрсенбайдың құдасы Байжан. Байжан, дұрыс па балалар? Келесі кім оқиды қаны? Жандос. Болыстық үшін қызының тағдырына балта шапқан озбыр адам Қалампыр мен Шолпанның жары ескі салты сақтаған Аңқау бай Сәрсенбай. Сәрсенбай өте тамаша. Келесі кейіпкеріне тоқталып сен жалғас. Сегіз тағы бір сырлы мұржа мен жіңішке болса инабатты көзі ашық көкірегі ояудан Ғали. Ал енді қосымша тағы қосатынымыз бар ма кән? Көрейікші қосып. Ал сіз кімді айтасыз? Мен Байжан туралы айтамын. Ол өте өзімшіл адам болған. Елдің қамын ойламай тек өз өміріне жағдайын ойлап, ақшаға ғана қызыққан. Ақшаға ғана қызыққан, дұрыс. Келесі кім айтады? Тағы аяулым. Сәрсенбай бізде осы шығармадан жалғыз қыздың өміріне балта шапқан жауыз әке ретінде бейнеленген. Қызын қалың малға сатқан, өзін ғана ойлаған әке. Ал сізге сұрақ енді, бүгінгі күнде сондай әкелер бар ма? Жоқ деп ойлаймын. Жоқ деп ойлайсың. Бірақ кейбір үлкен кісілер бар, салт дәстүрді сақтап қалған. Салт дәстүрді сақтағанмен олар енді дәл қалың малға, соншама малға, соншама қалың малға сатып жатқан жоқ шығар енді. Солай ма? Тек қана олар бұрынғы салт дәстүрді сақтап, сырдескелі жер, бұрынғы ескі құдалықты ары қарай, таныстығымызды ары қарай, жекжаттығымызды болмаса жалғастырамыз деген мақсатта болуы мүмкін, иә? Жақсы. Келесі тағы да кім айтады? Ал Нұрай. Ғали романда негізі орташа бойлы, бетінде сәл ғана дағы бар, өте инабатты жақсы адам ретінде көрсетілген. Және де ол осы Ғали Жамалды сүйген адам ғана осы Ғали ғана еді. Жамалмен бірге өмірдің осы қиын сәттерінде де бірге болды. Жақсы. Енді балалар кейіпкерлерге жеке-жеке тоқталып өттік. Келесі тапсырмамызға көшейік. Яғни әртүрлі логикалық шынжыр әдісі. Бұл әдісте не айтылады? Бірінші, роман желісі бойынша сюжеттерді іріктеп жазу. Білеміз ғой оқиғаларды, иә? Екінші, сюжеттің мазмұнына қарай тақырып қою, және соған тақырып қоямыз. Үшінші, сюжеттің композициялық құрылымының қай бөліміне жататындығын анықтау. Композициялық құрылымды білеміз, иә? Оқиғаның басталуы деп бастаймыз. Төртінші, сюжетті талдай отырып, өзіндік көзқарас білдіру. Яғни, бесіншісі қорытынды жазу. Өзіндік көзқарасты білдіреміз және қорытынды жазамыз. Ал, бастайық.
Ал қазір жазып болдық па балалар? Онда ары қарай тез жылжып. Қане? Тапсырмаңыздар. Сюжет. Ғали мен Жамалдың кездесуі. Тақырып. Махаббат ортасы. Композициялық позиция. Оқиғаның басталуы. Көзқарас. Менің бұл мәтінге көзқарасым жақсы емес, себебі қыз қалаған адаммен бірге болуы тиіс. Қорытынды. Екеуінің бір-біріне қызығушылықтары оянып, біртіндеп ұната бастады. Жақсы. Келесі, Мери. Сюжет. Бірін-бірін ұнатып қыз жігіт болып кездесіп жүрулері. Тақырып өрбіген махаббат, композициялық құрылымы, оқиғаның байланысуы, көзқарас. Бұл жерден бірін-бірі үшін сүйген қос ғашықтың махаббатын көруге болады. Қорытынды сол бір кездердегі тәтті махаббат. Сол бір кездегі тәтті махаббат деп қорытынды жасақты. Келесі, Арай. Сюжет. Жамал мен Ғали қашып кетуді шешті. Тақырып махаббаттарының сақталары келген қос ғашық. Композициялық құрылым, оқиғаның дамуы. Көзқарас менің ойымша екеуінің қашып кетуіне әкелері кінәлі болды. Қорытынды Жамал мен Ғали махаббаттары үшін күресті. Жақсы. Келесі, кім айтады дейді? Алтынай. Сюжеті Ғали жасымас дертке ұшырап дүниеден өтті. Тақырыбы үміттің үзілуі, композициялық құрылымы, оқиғаның шиеленісуі, көзқарасы. Бәлкім өзінің нашар ақымақ баласына Жамалды бергісі келген. Байжан бай мен қызының жағдайын ойламай, байлыққа қызыққан санасыз әке Сәрсенбай Жамал мен Жұманды қосуға уағдаласпағанда, Ғали мен Жамалдың бақытты да баянды болашағын көрер едік. Қорытындылай келсем, екі жаста бір болуға үміттенсе де, Ғалидің бақилық болуы үміттің үзілуіне алып келді. Өте тамаша қорытынды жасалған, иә? Үміттің үзілуіне алып келді. Яғни екеуі де не істеген болатын? Үміттеніп, болашақтарын болжап отырған адамдар болатын, иә? Екеуінің бақытты өмір сүруіне соншама қиналып қадам басқандағы іс-әрекеттің осылай аяқталуы өте өкінішті. Келесі, Аяулым. Сюжет. Жамалдың Жұманға тұрмысқа шығуы. Тақырып амалсыз Жамал. Композициялық құрылымы, шарықтау шегі, көзқарас. Сәрсенбай жалғыз қызын Жұманға бермегенде бақытты болар ма еді деген ой менде туындады. Қорытынды. Жұманнан қорлық көрген бақытсыз Жамалдың тағдыры. Бақытсыз Жамалдың тағдыры. Жақсы, отырамын. Келесі, кім айтады? Тағда. Сюжет. Жамал Жұманмен бірге тұрғанда Жұман оған күн көрсетпей, сөйтіп Жамал үйінен қашып, суықтан мерт болуы. Тақырып бақытсыз өмірдің соңы. Композициялық құрылым, шешімі, көзқарас. Менің ойымша Жамалдың қашып кеткені біз алған дұрыс болды, себебі ол өзінің кейін суықтан сүрілетінін білген жоқ. Ол өзі осы қашып кеткеннен кейін Фатихолла байдың үйіне барып, сол жерде біреуге шай қойсам да, өмірінің соңы сол жақта аяқтаймын деп ойлады. Қорытынды айтатын болсам, осы бақытсыз Жамал романы сол кездің ащы шындығы еді. Автор Жамал арқылы сол кездің әйел теңсіздігін көрсеткісі келді. Өте тамаша. Жақсы. Яғни балалар, осы жаңа ғана кейіпкерлерге тоқталдық, жаңа композициялық талдау жасап отырмыз, қарап отырсаңдар. Сол кейіпкерлерде, мысалы, Байжан мен Сәрсенбай заман қасіретін сол Жамал мен Ғалидің басына төндірген жандар десек те болады, иә? Әйтпесе екеуі мүмкін осы сендердің талдауларыңа қарап отырып, қазір сондай бір аяқ жағы бір жақсы нәрсемен бітуге болады еді. Енді біз осыны қазір ары қарай басқа тапсырмамыз арқылы осы шығарманың нәтижесін өз көзқарастарымызбен аяқтайтын боламыз.